Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сенің бірге Азамат және бүгін біз ММА туралы сөз қозғауымызды жалғастырамыз. Осы аптада Қазақстанның үздік жауынгерлердің бірі жартылай ауыр салмақ дәрежесіндегі өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін әлі жеңіліп көрмеген отандасымыз Диар Нұрғожай өткізгелі тұр. Спорттағы алғашқы қадамдары грек-рим күресінен болғанына қарамастан, жеңістерінің көбісі нокаутпен аяқталған. Алайда керек кезде әмбебап жауынгер ретінде өнер көрсетіп, сенімді жеңістерге жете алады. Диар осы аптаның сенбіден жексенбіге қараған түні өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін бразилиялық Брэдсон Рибейроға қарсы өткізеді. Соған орай батырымызға алдағы кездесуіне жеңіс тілей отырып, Диардың жекпе-жегі мен мансабына толығырақ тоқтала кетуді жөн деп шештік. Ал бұл видео басталмас бұрын бәлкім сіздер өткен жолы өткізіп алған маңызды ақпаратты естеріңізге сала кетейін. Бұл видеоның демеушісі Tennis XZ букмекерлік компаниясы, әлем бойынша ең үздік және ең сенімді букмекерлік кеңсе. Өте керемет. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Өздеріңіз түсініп тұрғаныңыздай, бүгін біз Диардың UFC-дегі алғашқы жекпе-жегі жайлы сөз қозғаймыз. Оның қарсыласына тоқталып, немен қауіпті және де қалай жеңіске жетуге болады деген сұрақтарға жауап береміз. Сонымен қатар, Диар Нұрғожайдың мансабына толығырақ тоқталып кетіп, қалай кішкентай ғана ауылдан арман қуып, UFC-ге жетіп, Қазақстанның ең үздік жауынгерлердің біріне айналды деген тақырыпқа әңгіме айтамыз. Айтпақшы достар, бұл видео басталмас бұрын тек шамалы ғана сұрайтын бар. Біздің арнамызда Шавкаттан да мықты қазақ жауынгерлері деген тақырыппен топ 5 UFC-ге қосылатын қазақ жауынгерлері деген видео шыққан. Біз ол жерде UFC-ге дайын үздік 5 батырларымыз жайлы сөз қозғаған едік. Сол бейнені жинап, әдемілеп тұрып сіздерге көрсету үшін көп күш кетірген болатынбыз. Сондықтан төмендегі сілтеме арқылы өтіп, сол видеомен танысып кетулеріңізді сұраймын. Бұдан басқа осы видеоға да міндетті түрде лайк басып, 500-ден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Диар Нұрғожай жайлы не ойлайсыздар? Шавкат батырымыздың жасап берген жолымен жүріп, UFC-дің үздік жауынгерлердің бірі бола ала ма? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар біздің арнамызға тіркеліп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Кеттік. Сонымен Диар Нұрғожай наурыздың 16 күніне қараған түні өзінің UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Бұл кездесу Лас-Вегас қаласында орналасқан UFC Apex аренасында өтеді. Бұл жерде 2 апта бұрын Асол Мабаев бауырымыз жекпе-жек өткізген болатын. UFC Fight Night турнирін басқарып, өкінішке орай өздеріңіз білетіндей жеңіліп қалды. Ана жерде бірақ бірнеше факторлар болды. Диарға қайта оралсақ, осы UFC Fight Night турнирінің премьерінде төбелесе деген ақпарат шыққан. Ең қызығы басында Диар осы басты картта осы Fight Night турнирінде төбелеседі деген, кейін прелимге лақтырған. Енді жаңа шыққан ақпарат бойынша Диар басты картта төбелеседі. Бұл шамамен сағат 3:30 немесе 4:00-де. Байтқанда біз егер сәресіне тұрсақ, бірден осы Диар батырымыздың жекпе-жегін қарауымызға болады. Сондықтан Диарға сәттілік тілейміз. Диар өзінің жеке бапкері Диас Қабдуов ағаймен бірге 2 айға жуық Америкада дайындалып жатыр. Бізге жақсы таныс Майами қаласындағы Хилл-Клифф залында жаттығады. Бұл жер толығымен біздің қазекеңдердікіне айналып кеткендей. Алдымен Шавкатпен асу, кейін Азат Мақсұм, ал енді Диар мен Диас ағай дайындықтарын өткізіп жатыр. Дәл осы жерде Диар өзінің соңғы жекпе-жегіне де дайындалған болатын. Сондықтан менің ойымша жартылай ауыр салмақтағы жауынгерлер үшін Хилл-Клифф залы керемет келіп отыр. Ал енді Диардың ММА-дегі жолына тоқталып, қалай UFC-ге дейін жеткені жайлы айтып кетейік. Диар 1997 жылы Алматы облысы Жайнақ ауылында дүниеге келген. Отбасындағы 7 баланың ең кенжесісі. Спорттағы алғашқы қадамын ағасының артынан еріп күрес түрлерінен бастады. Кейінірек әмбебап спортшы ретінде рукопашный бой, самбо, ұлттық жекпе-жек секілді спорт түрлеріне дамый бастады. Дәл осы ұлттық жекпе-жек өнерінен бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы атағына ие болды. Бұл спорт түрі әлем бойынша панкратион ретінде кең таралған. Және де дәл осы панкратион бойынша Диар әлем чемпионы атағына ие болды. Кәсіпқой мансабын Нұрғожай 2017 жылы Қырғыз елінің WEF лигасында бастады. Диарға қарсы 4-2 деген рекордқа ие тәжірибелі жергілікті жауынгер шыққан болатын. Көбісі үшін Диар бұл жерде жеңілуі керек еді. Алайда отандасымыздың бұл жайлы басқа жоспары болды. Жекпе-жек басталысымен Диар шабуылға шығып 18 секунд ішінде қарсыласын нокаутпен жеңіп кетті. Ары қарай жергілікті Алаш Прайд лигасына қосылып, қарсыластарын уақытынан бұрын ұрып соғуын жалғастырды. Алғашқы қарсыласын партерде ұрып соқса, екіншісіне қарсы өзінің әмбебап екенін көрсетті. Күреске түскен қарсыласына қарымта шабуылда Кимура әдісіне шығып, сенімді жеңіске жетеді. 4-0 рекордына ие 23 жастағы қазақ батырына Хабибтің көзі түсіп, өзінің жаңадан құрылған Eagle FC атты лигасына алып келеді. Бұл жерде де Диар қарсыластарын ұрып соғуын тоқтатпады. Алдымен Сергей Барышев Диардың соққыларынан төтеп бере алмай жеңілді.
Кейін Дияр 39 жастағы өте тәжірибелі Сергей Соузаны да 1 минут ішінде ұрып, сенімді жеңіске жетеді. Қазақ батырында үлкен потенциалды көрген Хабиб тезірек чемпиондық белбеуге жеткізуді жоспарлай бастады. Солай 2021 жылдың күзінде Дияр 12-де 3 рекордына ие Азулы Магомед Магомедовпен жолығады. Дағыстандық күрес мектебінің түлегіне қарсы Дияр өте жақсы жоспармен шығып, лоу-киктермен аяқтарын өшіріп тастады. Кейінірек Магомедовтың күресінен қорғанып, жоғары сатыдан соққыларды жаңбырда жаудырып, мансапында алғаш рет төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді. Дәл осы Хабибтің лигасында қатардан 3 сенімді жеңістің арқасында жартылай ауыр салмақтың чемпиондығы үшін жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алып, ресейлік Константин Андрейцевпен кездесті. Астана қаласында өткен айқаста Дияр 5 раунд бойы қарсыласын сындырып, сенімді жеңіске жетеді. Солай, Eagle FC лигасының жаңа чемпион атағына ие болып, ары қарай UFC-ді мақсат ретінде қойды. Өкінішке орай әлемнің үздік лигасымен келіссөздер ұзаққа созылып кетті. Сол кезде Дияр Eagle FC промоушнінде чемпиондық белбеуін қорғауды жоспарлаған. Бірақ 22 жылы басталған белгілі жағдайларға байланысты Хабибтің лигасы жабылып қалды. Сол кезде Дияр жергілікті Найза лигасында өнер көрсетуі керек еді. Алайда Диярға қарсы шығуға жеті қарсыластың бас тартуына байланысты жекпе-жегі болмай қалды. Солай, неше түрлі сәтсіздіктердің кесірінен Дияр 2 жылға жуық кәсіпқой алаңда өнер көрсетпеді. Таиланд елінде оқу-жаттығу жиындары кезінде Шавкат Рахмонов, Петр Ян, Арман Сорокян секілді мықты жауынгерлердің менеджері Саят Абдрахмановпен келісімшартқа отырып, UFC-ге шығуға жоспар құра бастады. 2023 жылдың басында Диярға UFC-ден ұсыныс түсті. Алайда матчмейкерлер 7 күндік ұсыныспен салмақ жасап, жекпе-жек өткізуді талап еткен. Аз уақыт ішінде салмақ түсіре алмайтыны белгілі болғасын, бұдан бас тартып, арабиялық UAE Warriors лигасында өнер көрсеткен еді. Диярға қарсы ПФЛ лигасының чемпионы Эмилиано Сорде шыққан болатын. Бірақ қаншалықты чемпион болғанына қарамастан Дияр бір ғана мақсатпен жекпе-жекке шықты: қарсыласын нокаутқа түсіру, және бұл қолынан келді. Бірінші раундтың соңына таман шаршап қалған Сордиді Дияр ауыр соққылармен техникалық нокаут арқылы жеңіп кетті. Осы кезде UFC матчмейкерлерімен келіссөз сәтті өтіп, Дана Уайттың үміткерлер сериясында жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алды. Бұл жерде жеңіске жетсең, немесе де жарық жекпе-жек өткізсең, тақырбас көкемізден келісімшартқа ие боласың. Бұны түсінген Дияр жекпе-жегіне сенімді шықты. Польша азаматы Барчош Шевчикпен өткен айқастың алғашқы раунды зерттеуге кетті. Ал екінші раундтың ортасында Дияр өзінің коронкасымен қарсыласын нокаутқа түсіріп, тақырбас Дана Уайт көкеміздің көңілінен шықты. Одан басқа біздің Лаура Санка жеңгеміз де тағы да бір қазақ жауынгеріне тамсанатынын айтып, тезірек UFC-дегі жекпе-жегін күтетінін айтты. Лаура Санка тәте, енді міне, осы аптада Дияр Нұрғожай Брэдсон Рибероға қарсы жекпе-жек өткізеді, және менің ойымша Дияр оны сезбей жеңу керек. Ал енді Диярдың қарсыласымен таныса кетсек, 28 жастағы бразилиялық жауынгер Горилла лақабатына ие. ММА-дегі рекорды 16-та жетті, ал UFC-де бір жеңіс және 2 жеңіліс деген рекордта келе жатыр. Бразилиян Текео деген залда жаттығады. Кәсіпқой мансабын 2015 жылы бастап, неше түрлі кішкентай бразилиялық промоушндерде өнер көрсетіп шықты. 2023 жылы Дана Уайттың үміткерлер сериясына қатысып, 11-де 0 деген рекордқа ие талантты жауынгерді бірінші раундта нокаутпен жеңген. Сөйтіп, UFC-мен келісімшартқа қол жеткізді. Алайда қатарынан 2 рет жеңіліс тапқан болатын. Соңғы жекпе-жегінде жақын кездесуде төрешілердің бөлінген шешімімен жеңіске жетті. Бірақ барлығының ойынша бұл айқаста Рибейро 100% жеңілген екен. Егер де осы бразил жігітінің төбелес тәсіліне көңіл бөлетін болсақ, асып баратқан ештеңесі жоқ. Шамалы соққысы бар, оның өзінде де базалық бокс емес. Барлық бразилдерге тән муайтай тәсілі. Осы жерде Исатай мен Арман ағаларының айтқанымен бөліскім келіп отыр. Себебі мына Брэдсон Рибейро біздің елге келіп, таяқ жеп жүрген бразилдіктер секілді асып баратқан ештеңесі жоқ. Деңгейі солай, айтқанда деңгейі тым төмен. Тек бразилдік болғасын, нарық жағынан айтқанда UFC-ге жақын болғасын, Америкаға жақын болғасын, соққа UFC-ге кіріп, айтқанда көрінгеннен таяқ жеп жүрген жауынгер. Сол үшін менің ойымша Дияр Нұрғожай бұл кездесуде сенімді жеңіске жетуі керек. Болжам айтатын болсам, бұл жекпе-жек төрешілер шешіміне дейін бармайды. Дияр нокаутпен немесе де қылындыру әдісімен жеңіске жетеді. Сөйтіп, UFC-дің есігін тағы да бір рет теуіп кіріп, топ 15 рейтингке кіріп кететін шығар деген ойдамыз. Сіздер Дияр Нұрғожайдың жекпе-жегі жайлы не ойлайсыздар? Жеңіске жетіп, Шавкаттың жолымен жүре ала ма? Пікір жазыңыздар. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар төмендегі сілтеме арқылы топ 5 UFC-ге қосылатын қазақ жауынгерлері туралы видеомызда да қарап кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Дияр сенімді жеңіске жетіп, UFC-ді шулататын тағы да бір қазақ жауынгері атанады деген ойдамыз. Алда Қазақстан. Аздермен бірге болған азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.